Құрметті ұстаздар мен оқушылар, Жаңаөзен қаласындағы нөмірі 15-ші орта мектептің жылдық жоспарына сәйкес қазан айының 5 мен 9 аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пәні бірлестігінің ұйымдастыруымен мектебімізде ана тілім айбыным атты апталық өтеді. Қазіргі таңдағы елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты апталығымыз онлайн түрде жүреді. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, ана тіліміз қазақ тілінің мәртебесін жоғары көтеруді жас ұрпаққа насихаттау біздің борышымыз. Апталықтың ашылуында оқушылар мәнерлеп өлең оқиды. Апталықтың барысында мұғалімдеріміз онлайн сабақ өтеді. Апталықтың жабылуында бірлестіктегі мұғалімдердің Ұлы Абайдың 175 жылдығына арнап түсірген деректі фильмін ұсынбақпыз. Мағжан Жұмабаев, қазақ тілі. Күшкемеді, айбынды тоқылады, кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады. Ерлікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суырған, жүрек солғын соғады. Қыран құстың қос қанаты қырқылды, күндей күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтынына есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмтылды. Ерлік, елдік, бірлік қайрат бағардық, жауыз тағдыр жойды бәріне бардық. Алтын күннен бағасыз бір белгі бол, нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың. Қадыр Мырзали, ана тілің арыңның. Ана тілің бұл сенің еркіндігің теңдігің. Ана тілің бұл сенің мақтанышың ерлігің. Ана тілің арың бұл ұятың болып тұрып етте, өзге тілдің бәрінде, өз тіліңді құрметте. Ана тілі, ана десең, ана тілі ойға оралар, баладай қуанасың тойға барар. Тыңдасаң көне ауыздан көркем нақыл, болжамды, қанжығама байлап. Тере білсек, бір ауыз қара өлең. Неше миллион інжу маржан шамаменен. Қанша гүлден қазақ тілі бақшасы. Қандай дана, өлшер қандай баға. Ол ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған эстафетаны Жаңаөзен қаласы 15-ші орта мектеп оқушылары қабылдайды. Бір дәурен кемдігінде бозбала бол, қартаймастай көрмелік ойланал, жастықта көкірек зор уайым жоқ, дейміз бе еш нәрседен қорғалмау. Мал менен күйдірмекке, өзі шошқа өзгені ит те ойлар сорпасумен, сүйекпей сүйдірмекке. Осыны ойлай бер болсаңыз керек. Еңбекті сат, ар сатып неге керек? Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Астанада көптеген бақтар шақыртты. Біздің жұмыста кездесетін шапан. Белбеуі бар шапан. Келесі, мынау қандай киім киіп тұр? Батырдың киімін киіп тұр, солай ма? Қолында басында не? Басында дулыға. Қолында не мынау? Біз бірінші тапсырманы орындаймыз. Мына экранға назар аударамыз. Бірінші тапсырма: ертегіде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтап, идеясын түсіну. Берілген мәселеге ертегіден мысалдар жазамыз балалар. Міне бірінші ертегіде назарымызды осыны сөздікке жазып аламыз. Түсінікті ма? Ал енді Әл-Фарабидің трактаттары өте көп дедік. Трактат дегеніміз не? Белгілі бір ғылым саласы бойынша жазылған түбегейлі зерттеу жұмысы, ғылыми шығарма трактат деп аталады екен. Әл-Фарабидің трактаттары Байланысы бар деп ойлайсыздар ма? Байланысы бар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз не жайлы болмақ екен? Жақсы оқушылар, демек бүгін таза мінсіз асыл сөз бөлімі бойынша Қобыланды батыр жыры, әйелдер бейнесі. Күннің жадын жазып, тақырыпты дәптеріңізге. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізді зерттейтін. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз екінші бөлім, яғни киім сән қалған бөлімі.